Қазақ тіл сабағы 57 сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы. 26 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Кірпі мен көртышқан ертегісі. Бірде кірпі тіміскіленіп далада келе жатса, алдынан үн қазып жатқан көртышқан кезігіпті. «Ей, көртышқан, бері келші, әңгімелесейік», дейді кірпі. «Ол не әңгіме?» дейді көртышқан таңданып. «Кел, екеуміз бірігіп егін салайық. Сен жер қаз, мен дән егейін. Күзде шыққан егінді теңдей бөліп аламыз», дейді кірпі. Сөйтіп, көртышқан жер қазады. Кірпі әрі-бері аунап жүріп жерді тегістейді. Оған дән себеді, суғарады, күн-түн демей еңбек етеді. Күзде егін бітік шығып, дән толмасақтар иіліп, жайқалып тұрады. Көртышқан мен кірпі егінді жинап, бөліп алады. Ендігі тапсырма осы мәтін астында сұрақтар берілген. Бірінші сұрақты біз өзіміз қоямыз. Мысалға, кірпінің алдынан не кездесті? Екінші сұрақ, кірпі көртышқанға не айтты? Үшінші, төртінші сұрақ кітапта берілген. Осы сұрақтарға толық жауап беріп, дәптерге жазамыз. 27 жаттығу. Жұмбақты қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап. Сөйлемдердегі сөздердің байланысын тап. Сөйлемдегі сөздердің байланысын табу үшін біз бірінші сұрақ қоямыз. Мысалы, құйсаң шығар гүл өсіп дегендегі сөйлемдегі құйсаң не істейді? Құйсаң шығар. Неге құйсаң? Гүлге құйсаң. Гүл қалай шығады? Өсіп шығады. Осылай сөйлемді байланыстырады. Келесі екінші қатарды өзіміз тауып орындаймыз. 28 жаттығуда бізде мәтіндегі сөйлемдердің орны алмастырып берілген. Сол сөйлемді әр сөйлемді өзінің орнына қойып, дәптерге көшіріп жазамыз. 29 жаттығуда бізде әріптер берілген. Әр қатардағы екі рет қайталанған әріптерді алып тастаймыз да, бір ғана әріптерден сөз құрастырамыз. Мысалға, мына жерде ж бізде екі рет қайталанған, с біреу, и екі рет қайталанған, у біреу, т екі рет қайталанған. Сонда біз мына жерде су деген сөз шықты. Осылай әр қатардағы тапсырма орындап, қандай мақал жасырынған, соны өзіміз табамыз.